Байзақ ауданы, Байзақ ауылы, номер 4 мектеп лицейінің 8 А сынып оқушысы Ағынбай Сезім. Бүгін сіздермен бірге қозғайтын тақырыбымыз Калифорниялық қызылшыбалшаң мен биотопырақ өндірісі. Биогумус өндірісі үшін калифорниялық қызылқұрт қолданылады. Бұл жәндік органикалық қалдықтарды өңдеп, биологиялық ферментация арқылы олардың пайдалы тыңайтқышқа айналдырады. Сондықтан бұл тыңайтқыш егіншілер мен бағбандар үшін өте тиімді әрі экологиялық таза өнім болып саналады. Биогумус топырақтың құнарын арттыратын табиғи тыңайтқыш. Калифорниялық қызылқұрт, яғни бұл зиянсыз иіс шығармайтын табиғи тыңайтқыш өндіруге арналған жәндік. Бұл құрттарды арнайы жәшіктерге өсіреді. Жәшіктің биіктігі 1-2 метр. Бүйір қабырғалары мен түбі арнайы сүзгілермен жабдықталған. Бұндай құрылғыларды бау-бақшада қолдануға болады. Орта есеппен 2-3 метрлік алаңнан жылына 1 тоннаға дейін биогумус алуға болады. Биогумус бұл 100% органикалық тыңайтқыш. Ол құрамында химиялық қоспалар жоқ, тек табиғи жолмен алынатын тыңайтқыш. Көп жылдар бойы жерге химиялық пестицидтер мен тыңайтқыштар қолданудың салдарынан топырақ тозып, табиғи құнарын жоғалтып келеді. Қазіргі таңда көптеген кәсіпкерлер химикаттан бас тартып, органикалық өнімдерге көше бастады. Химиялық тыңайтқыштар тек уақытша пайда әкелгенімен топыраққа зиян келтіреді. Ал биогумус керісінше топырақтың құрылымын жақсартады, оның табиғи қасиеттерін сақтай отырып, жыл сайын қолдануға мүмкіндік береді.